ашық деп жарияланады. Түркістан облысында импорт алмастыруға бағытталған тағы бір өндіріс орны іске қосылды. Тұран арна экономикалық аймағында Қазнатурал ламинат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің заманауи ламинат шығаратын зауыт ашылды. Жобаның құны 5 миллиард теңге. Облыс әкімінің айтуынша, бұл жоба өңірде өңдеу өнеркәсібін дамытып, импортқа тәуелділікті азайту бағытындағы жұмыс нәтижесі. Жылына қазір қуаттылығы 840 мың шаршы метр ламинат шығару мүмкіндігі бар. Қазір таңда бағана айтып кетті, 100-ден асты жұмыс орын ашылады деп, қазір тұрақты 65 жұмыс орны ашылды. Бұл дегеніміз жалпы мына Қазақстан мен Қытай Халық Республикасының арасында тиімді серіктестіктің арқасында. Ол өзіңіз білесіз, мемлекет басшысы осы бағытта Қытай Республикасымен бір белдеу, бір жол бағдарламасын бастаған болатын. Соның нәтижесінде қазір бізге осы инвесторлар келіп жатыр. Осындай инвесторлерді біз қолдауымыз керек, осылардан біз үйренуіміз керек. Осындай кәсіпорындарымыз едәуір көп болу керек. Өндірістің екінші кезеңі іске қосылған соң жұмыс орындарының саны 150-ге дейін көбейеді. Өз кезегінде Қазнатурал ламинат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Луи Ойонг жобаның жүзеге асуына қолдау көрсеткен. Қазақстан Республикасының үкіметіне, Түркістан облысының әкімдігіне алғыс білдірді. Айтуынша кәсіпорында халықаралық стандарттарға сай заманауи технология қолданып, сапалы өнім шығарылады. Алдағы уақытта өндіріс көлемін ұлғайтып, өнімді орталық Азия елдері мен сыртқы нарыққа экспорттау жоспарланып отыр.